Нан көп дау тудыратын өнім. Оны жеуге бола ма, жоқ па? Ал егер солай болса, қанша? Сәлем достар. Бүгін осы тақырыпта кеңінен шолитын боламыз. Ол үшін міндетті түрде видеоны толық көрулеріңізді сұраймын. Нанның пайдасы көп жағдайда оның қандай ұннан пісірілетініне байланысты. Дүкендерде ақ, тұтас дәнді, қою ашытқысыз кебек нан сатылады. Түрлердің әртүрлілігіне байланысты дұрыс таңдау жасау өте қиын. Нанның қандай екенін, оның ағзаға қаншалықты пайдалы екенін және қандай жағдайда зиянды болуы мүмкін екенін айтып беремін. Нанның бай және ұзақ тарихы бар. Ежелгі уақыттан бері ол негізгі өнімдердің бірі болып саналды. Онсыз тағамды елестету мүмкін емес. Дәнді дақылдарды өсіруге дейін жабайы өсімдіктерден жасалған. Ата-бабалар ағаштар мен бұталардың жемістерін су қосып пайдаланған. Бізге көбірек таныс астық наны шамамен 15 мың жыл бұрын пайда болды. Олар оны қазіргі Азия аумағында жасай бастады. Бастапқыда нан ұнтақталған дәнді қамтыған қуырылған ұннан тұрды. Ол торт түрінде пісірілген. Содан кейін дәндер отқа алдын ала қуырыла бастады. Содан кейін олар одан нан пісіруге арналған масса дайындады. Осылайша ол әлдеқайда дәмді болды. Пісірілген нан қол диірмендері мен ерітінділер ойлап табылған кезде пайда болды. Ал ашытқы нан алғаш рет Мысырда пісірілген. Мұндай торттардың әлдеқайда керемет және дәмді екенін атап өтті. Нанның әртүрлілігі тек ұннан жасалған ұнға ғана емес, сонымен қатар дайындау әдісіне де байланысты. Нанның барлық түрлерінің ішіндегі ең жоғары калориялысы тазартылған бидай ұнынан жасалған. Аз мөлшерде ол денеге зиян тигізбейді, бірақ көмірсулар алмасуы бұзылған адамдар ақ наннан бас тартуы керек. Өнім ақуызға бай, жоғары гликемиялық индекске ие және тұрақты тамақтану кезінде денеден кальцийді кетіреді. Мұндай нанды диетаға дененің реакциясын бақылай отырып сақтықпен енгізу керек. Қара бидай нанында ақ нанға қарағанда көмірсулар аз. Ол сондай-ақ аз калориялы. 200 граммға шамамен 100 калория. Қара бидай наны талшықтарға, микроэлементтерге және витаминдерге бай. Ағза үшін ең маңызды амин қышқылдарының бірі лизин. Оның құрамында көп мөлшерде болады. Құрамы мен ағзаға пайдасы жағынан бұл нан ақ нанға қарағанда жақсырақ. Оның құрамында кальций, магний және темір әлдеқайда көп. Оны балалардың, қарттардың, тіпті қант диабетімен ауыратындардың диетасына қосуға болады. Қара нанның алуан түрі ретінде қоңыр нанның да ағзаға пайдасы бар. Ол қара бидай ұнынан дайындалады, кейде оған бидай қосылады. Қара нанның биологиялық құндылығы ақ наннан жоғары болғанымен сіңімділігі төмен. Қараңғы түс үшін қоңыр нанға бояғыштар қосылады. Бұл өнімнің әдемі көрінісі үшін ғана жасалады. Аз калориялы жоғары тағамдық құндылығы ашытқысыз нанды диеталық өнімге айналдырады. Оның құрамында В дәрумендері, амин қышқылдары және өсімдік талшығы бар. Нанның атауынан оны дайындауда ашытқы пайдаланылмайтыны анық. Оның орнына нан содамен сөндірілетін ашытқымен дайындалады. Бір кемшілігі, оны асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдар абайлап жеу керек. Ашытқы қосылған нан тез бұзылады. Тұсаукесерді мүмкіндігінше ұзақ сақтауға көмектесу үшін өндірушілер оған тұрақтандырғыштар мен басқа заттарды қосады. Бұл нанның ең көне түрі болып саналады. Дәл осындай ұннан алғашқы нанды Азия тұрғындары жасаған. Толық дәнді нан арнайы ұннан дайындалады. Оны дайындау кезінде барлық ұнтақтау өнімдері қамырға түседі. Сондықтан нанның мұндай атауы бар. Тұтас дәнді нанның калория мөлшері қара бидай нанына қарағанда біршама жоғары, 245 граммға 100 калория. Бірақ сонымен бірге ол жоғары сапалы ұннан жасалған ұн сорттарына қарағанда пайдалы. Нан ұн, су және тұздан жасалады. В тобындағы витаминдер, кальций және магний сияқты микроэлементтер дәнді нанның құрамында көп мөлшерде кездеседі.
Нанның құрамында сонымен бірге бүкіл денеге оттегін тасымалдауға көмектесетін темір және қалқанша безінің гормондарының құрамдас бөлігі болып табылатын йод бар. Нанның әртүрлі түрлерінде кездесетін өсімдік талшықтары, амин қышқылдары мен минералдар да адам үшін маңызды. Олардың сіңімділігіне дәмі, сыртқы түрі және негізгі тамақтануы әсер етеді. Ол неғұрлым әртүрлі болса, ақ нан да, қара нан да жақсы қорытылады. Нанның негізін адам диетасының құрамдас бөлігі болып табылатын көмірсулар құрайды. Олар ағзаға енбестен адам ағзасы қалыпты жұмыс істемейді. Өмірге қажетті энергияны әкелетін көмірсулар. Ақ нанның құрамында тұтас дәнді немесе қара бидай нанына қарағанда көмірсулар көп. Зерттеулер көрсеткендей, күніне 70 грамм дәнді нан жейтін адамдар нанды мүлде жемейтін немесе нан аз жейтіндермен салыстырғанда мезгілсіз өлім қаупі 22%, қатерлі ісіктің әртүрлі түрлерімен ауыру қаупі 20%-ға төмен. Нан талшыққа бай. Ол асқазан ішек жолдарының жағдайын тәртіппен сақтауға көмектеседі. Талшыққа бай тағамдар қатерлі ісік немесе семіздік сияқты аурулардың алдын алады. Жаңа піскен көкөністер қосылған бір тілім жаңа піскен нан арқылы депрессияны, көңіл күйді және меланхолияны жеңілдетуге болады. Көмірсулар серотонин деңгейін арттырады, көңіл күйді жақсартады және қажетсіз тағамдарға құмарлықты азайтады. Жүйке жүйесінің денсаулығы үшін Б дәрумендерін қабылдау маңызды. Олардың көпшілігі қара нанда кездеседі. Сонымен қатар адамның мыс пен мырышқа деген қажеттілігін 35%-ға қанағаттандырады. Жүкті әйелдерге ашытқысыз қара нан жеуге кеңес беріледі. Бұл үлкен пайда келеді. Өнім жүрек тамыр жүйесін қолдайды, анемияның алдын алады және ұрықтың дамуына пайдалы әсер етеді. Сонымен қатар, ақ нанға қарағанда оның тағамдық құндылығы жоғары, ал калория саны соншалықты көп емес. Күніне 150 граммнан артық қара нан жеген дұрыс, тіпті жақсырақ пеште кептіріңіз. Сондықтан ол жақсы сіңеді. Қара бидай нанын үнемі тұтыну кезінде қатерлі ісіктердің даму қаупі төмендейді. Ақ нанның орнына қара немесе қара бидай нандарын жейтін еркектерде қант диабетімен ауруы ықтималдылығы 2 есе аз. Нанның құрамындағы ақуыз бұлшықеттердің дамуына көмектеседі, ал көмірсулар денені энергиямен қанықтандырады. Тәулігіне нанның жеткілікті мөлшері ұзақ уақыт аштықты қанағаттандырады. Айтпақшы, үлкен физикалық күш салумен ер адамдар тәулігіне 500 граммға дейін қара бидай нанын тұтынуы мүмкін. Нанды 3 жылдан кейін диетаға мықтап енгізуге болады. Осы жасқа дейін оны жұмсартылған түрде беру ұсынылады. 7 айдан кейін балаларға бидай крекерін кеміруді ұсынуға болады. Ашытқысыз нан балаларда жақсы сіңеді. 3 жасқа дейін қара бидай нанынан тіпті жұмсартылған түрде де бастатқан дұрыс. Өйткені оның құрамында нәресте денесі әлі соңына дейін сіңіре алмайтын күрделі көмірсулар бар. Дәнді және кебек нандардың сезімтал ішектері бар балаларға сақтықпен беру керек. Тәулігіне 100 грамм нан баланың рационының бір бөлігіне айналуы мүмкін. Оның дамуына және ағзаның жұмысына ықпал етеді. Композициядағы витаминдер мен микроэлементтер әртүрлі жүйелерді жақсы жағдайда ұстайды. Ас қорыту, жүрек тамыр, көру және көмірсулар нәрестені белсенді күнделікті өмірге энергиямен қанықтандырады. Ақ нан барлық түрлердің ең зияндысы болып саналады. Оның гликемиялық индексі жоғары, құрамында көп мөлшерде калория бар, глютен мен химиялық консерванттар жоғары. Осының бәрімен целиак ауруы немесе қант диабетімен ауырмайтын адамға күніне 100 граммнан жесеңіз, ағзаға зияны болмайды. Модерацияда ақ нан денені қуатпен қамтамасыз етеді. Қарсы көрсетілімдері жоқ, сау адам үшін бұл қажет. Қара бидай мен қара нан құрамы мен калориялығы жағынан ақ нанға қарағанда жақсырақ болғанымен, олардың кемшіліктері де бар. Өңештің қабынуы, панкреатит, молочница және асқазан жарасы кезінде нанның бұл түрлерін жеуге болмайды. Қара нанды шаймен жеуге болмайды. Бұл ас қорытуды қиындатады.
Нанның бетінде жарықтар, ойықтар немесе қара дақтар болмауы керек. Құрылымы бойынша ең дұрысы ол біртекті, ал басқан кезде ол жұмсақ, бірақ сонымен бірге пішінін сақтайды. Егер нан ұсақталып кетсе, бұл оны өндіруде сапасыз ұн пайдаланылғанын немесе пісіру технологиясының бұзылғанын білдіреді. Нанды нан жәшігінде жарық жерде тұрып сақтауға болады. Оны мезгіл-мезгіл үгінділерден тазартып, басқа ластаушы заттардан жуу керек. Нанды қараңғы, ылғалды шкафтарда сақтамаған дұрыс. Ол тым тез бұзылуы мүмкін. Егер өнімнің жарамдылық мерзімі аяқталуға жақын болса, бірақ оны жеуге уақытыңыз болмаса, нанды тоңазытқышқа қойыңыз. Бұл сақтау мерзімін тағы бірнеше күнге ұзартады. Артық нанды әрқашан пеште кептіруге болады. Крекер ұзақ уақыт сақталады. Оларды тамақ дайындауға, балаларға беруге және жеңіл тамақ ретінде жеуге болады. Күніне қанша нан жеуге болады? Нан таңдағанда өзіңізге қоятын ең маңызды сұрақ, оның сапасы қандай? Дүкендерде сатылатын нанның басым бөлігі нан емес, нан өнімдері. Ол жақсы ештеңе емес. Нанда 4, ең көбі 5 ингредиент болуы керек. Егер сіз супермаркеттерде сатылатын стандартты өнімдерді қарасаңыз, онда ингредиенттердің саны 10-15-ке жетеді. Бұл нан мүлдем жеуге тұрмайды. Егер жоғары сапалы нан туралы айтатын болсақ, онда норма тәулігіне 200-300 грамм. Достар, ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.